Абай Құнанбайұлы, 20 қара сөзі. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен еліксе, адам баласының құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең, бірге жаратылған нәрсе, оны адам өзі жора тапқан емес. Оған егер бірде ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адамның бір баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар мекен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңілі аз ба, көп пе жалығады. Аның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды, адамның қуаты, ғұмыр бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады? Бірақ осы жалығу деген, әр нені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Хаттахи ғұмырдың баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген, білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақмақтық, қайғысыздықта бір ғанибет екен деп те ойлаймын.